жұмысым өзіңнің дәлелі жоқ көзқарасыңнан объективті, субъективті шындықтан объективті шындыққа келу. Мысалы, мен сенен сұрайын. Мына аборт жасайды. Аборт жасайды. Адамдар. Қалай деп ойлайсың? Сол дұрыс па, дұрыс емес па аборт жасау? Аборт жасау дұрыс емес. Неге сен дұрыс емес деп ойлайсың? Неге дұрыс емес? Жаны, біреудің жанын қию не емес қой, дұрыс емес деп ойлаймын. Дұрыс, міне, рахмет. Ол сенің субъективті шындығың. То есть аборт жасауға болмайды, бұл руханисыз. Жаңа кішкентай шақалақтың өмірін қию, өмірін кесу, ол руханисыз. Ал объективті шындықта нағыз руханият деген не деген сөз? Сен субъективті шындықты айтып отырсың, өзіңнің шындығыңды. Ал егер объективті шындыққа келсек, объективті шындықта қалай деп ойлайсың? Нағыз руханилық деген ол не деген сөз? Білмеймін ғой. Түсіну, қабылдау, мүмкіндік. Тыңдау ма? Мүмкіндік беру, қабылдау, мүмкіндік. Айыптаудан, талқылаудан аулақ жүру. Ал егер жоғарғы объективке, міне 3 шындық бар. Егер жоғарғы объективке өңілсек, жоғарғы объективке, то есть заңға өңілсек, табиғаттың заңдылығына өңілсек. Смотрите, заңды түрде аборт жасауға болмайды деген шектеу бар ма? Конституцияда шектеу бар ма? Заңды түрде жоқ. Иә, адамның өз құқысы бар. Өзінің қалауы бар. Құқысы бар. Иә, құқысы бар. Құқық адамның. Түсіндіңдер ма? Міне, біз субъективті өзіміздің шындығымызда Алланың сүйікті құлын өзіміздің түсінігіміз арқылы Алланың сүйікті құлын не істейміз? Бөлеміз. Руханисыз деген кезде Алла тағаланың несін аламыз? Құзырын аламыз. Түсіндіңдер ма? Сол себепте неге біз күйзеліске түсеміз? Сен түймедей түйеде қылып жүресің. Иә, түйеде қылып, мынандай кішкентай бір